Ассаламалейкум. 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 Қалай амансыңдар ма? Амансыңдар ма? Ма? Оу. Исна, туған құтты болсын. Туған құтты болсын. Туған құтты болсын, Иса. Ауыр ма? Қызықтың бәрі көшеде. Такси. Вокзал 500. Сыймайсыңдар ғой. Туған күн дегеннен кейін дайындалдық та. Бәргелі достар, негізі айтады, мысалы, негізі адам баласының туған күні жылына бір рет келеді. Бір рет келгеннен кейін оны адам ұстап тойлау керек, е? Кел. Вальс. Туған күн ғой. Туған күн вальс кел. Құмақ. Туған күн ғой. Құмақ қосын ба? Вальс. Басымен ер баламайсың ба? Қосын ба? Соны айтамын. Болды ақыл, не істеп жатсың? Вальс мен. Есің дұрыс па? Кесіп бір бар. Кете қосын. Рахмет. Новыйдан сатып алдым. Базарға бардым. 24 мың деп тұрған жеріне ұрлап кеткенсің ғой. Прикол, Асықпа, мәке асықпа. Шаруа сол ма? Асықпа? Қалай жағдай? Мен деп қойм, министрге қалай жағдай деп тұрмдайсың, жағдайын сұрап тұрмда кәдімгідей. Енді өмірде болады ондай, болады ондай. Өмірде болады, дұрыс қой, өмірде. Көреміз бәріміз, дұрыс қой, өмірде болады ғой. Соны түсіндіріп айтып жүрсеңіз болады ғой сізде, дұрыс қой, дұрыс қой. Негізі мен айтайын деген ол емес, мен негізі туған күнге арнап сыйлық әкелдім. Сонымен 15-ші қатардағы, сіз орныңыздан тұрыңызшы. Сіз. Мен сізді қазір жоқ қылып жіберем. Сіз жоқсыз менің өмірімде. Ренжідім сізге. Ал енді шынайы сиқыр. Қарсы алыңыздар. Шапалақ. Кереметтей жігітті қазір мен аспанға ұшырып жоқ қылып жіберемін. Қарсы алыңыздар. Көріңіздер, жабамыз. Керемет, мінекей көріп тұрсыздар. Қазір бұны жабамыз. Енді бұл көкке самғайды. Көнекей көтеріледі. Қазір жоғарыға самға. Ой, кешіріңіздер. Өмір ғой, өмірде болады ғой ондай, Өмірде неше түрлі жағдай болады. Мысалы, ауылдың адамдары негізі қалаға 3-4 мақсатпен келуі мүмкін. Біреу қыдырып келуі мүмкін, бұқуға түсу үшін келуі мүмкін. Негізі қалада ауылдың адамын байқау өте оңай. Сосын бардық та ше? Бардық қой сосын. Оның бәрін сіз... Құрметті достар, негізі мынаны айтады да, жаңағы туған күн болғаннан кейін, туған күн болғаннан кейін менде әзіл бар ғой мықты. Күшті әзіл бар менде. Жоқ, енді сценарий бойынша ойнақ. Енді айт. Бәрекелді онда, қалада болған жағдай. Қанат бар ма? Жоқ. Дәл осы оқиға ауылда. Қанат бар ма? Жоқ дедім ғой саған. Бұл әзіл шына емес, бұл әшейін қиял ғана. Блатной мектеп өте жүріп қалған адамдардың мектебі. Ассалаумалейкум оқушылар. Уалейкум. Отыра беріңдер.
Так, тарих сабағы. Ақош орнынан тұрда, үй тапсырмасын айтсаш. Қазақ хандығы ғой. Но. Қазақ хандығы қалай құрылды? Қалай құрылғанда былай құрылады ғой. Бір қазақ келетады ғой көшеде. Біреу соғып кетеді. Қараса жоңғар. Опа. Не дейді? Сөзге келіп қалады. Сөйтеді де барып балдарын жинайды. Талпамен талпа не шешеді? Не шешеді? Ештеңе шешпейді. Жекпе-жек дейді ғой. Давай, жекпе-жек. Бізден Абылай шығады ғой. Анаяқта қалдан серен шығады. Парта-пар төбелес болады. Опа. Абылай алып тастайды ғой. Базар жоқ. Сонымен хан құрылды. Базар жоқ, отырсаң, бис. Әңгіме жоқ. Данчо, орнынан тұрып қойшы. Қайталап алайықта. Қалай қайталап алайықта? Кәдімгідей қайталап алайықта. Қалай қайталап алайық? Жаңағына Ақош деген курсқа қойып тұр, соны қайталап бермейсің. Мен біреудігін қайталамайды екен, конкретні бар ғой. Қайталап алайық дедік па, конкретні қайталап алайық та не болсам ауырым. Қайталап алайық дедік па, конкретні қайталап алу керек бауырым. Өзіңе көп алма, қайталап алып дедік па, сабаққа керек. Конкретні қайталап алайық, не болсам бауырым. Апай, мейді ашпай қайталап алсыншы анау. Не ол? Ақош. Не болды? Қайталап алмайсың мен саған нормально айттым ғой, қайталап алайық та дедім ғой. Қайталап алмайсың ба енді? Сен айтқанда мен үндеген Ақылбек, не болды саған? Не болды? Қайталап алайық. Сабағы емес қой. Болды қой сен. Келсе бір билеттен. Кете қосып ол. Бірген достар, сөз соңында кішкене шындық. Бірі білсе. Құрметті достар, негізі мынау 1921 жылы Волганың жағалауында Поволжьяда аштық болған. Сол кезде Ленин Арал қаласының балықшыларына хат жазған. Сол кезде Арал балықшы бір түннің ішінде 14 вагон балық деп Поволжьяға жіберген. Кейін тарихтан естуім бойынша 14 вагон ешкімге жетпеген екен ана жақта. Енді конкретно жетей ма, жетпей ма қызықтырмайды, от души бердік қой енді конкретно. Бердік енді конкретно, барын бердік. Бар нәрсенің қадірін білетін Араласкүлен командасы. Рахмет достар. Дархан заман нұрымен жайна туған аралым, өскенімді көріп. Осымен сайысымыз аяғына